Осы Жаңаөзен қаласының жеке кәсіпкермін, жас кәсіпкер. Осы 2015 жылдан бері Жаңаөзен қаласында гүл саласында қызмет етеміз. Бизнес-букет деген. Қазіргі таңда осы бизнес-букеттің желісін қалыптастырып жатырмыз. Көріп тұрғаныңыздай, біз осындай әдемі композицияларды жарыққа шығарамыз. Бұлар жаңа соңғы трендтегі, новый стильдегі букеттер. Сізбен бірге қазір бөлісетін боламын. Бұл саламен жалпы айналысқанымызда 4 жылда болды. Армысыздар, құрметті көрермендер, назарларыңызда халық кәсібі бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен, Айнұр Мейрамбаева. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз жас болса да өз ісін дөңгелетіп, көптеген жанға үлгі бола білген азамат, жеке кәсіпкер Бақтықожа Орысбаев. Студиямызға қош келдіңіз. Сізге қояр алғашқы сұрағым, жалпы осы гүл бизнесі дегенімізде, жалпы онымен кімдер айналыса алады? Саламатсыздар ма? Баршаңызға кеш жарық. Мен есімім Бақтықожа, жеке кәсіпкер, Жаңаөзен қаласынан. Гүл бизнесімен кімдер айналысады? Өте қызықты, орынды сұрақ. Гүл бизнесімен негізінде кез келген адам айналыса алады. Өзіне мықты, сенімділігі болса, желание дейді, құлшынысы мықты адамдар болса айналыса алады. Ол гүл бизнеске более жақындар адамдар, олар кішкене креативный, фантазиясы бар, сондай адамдар жақын келеді фантазияға, қиялға, әлем, творческий дейді ғой, шығармашылық адамдар. Ол шығармашылық адамдар ол гүл бизнесімен айналысатын болса, кішкене әдемі болады. Флористика жағын түсінеді, қолынан келеді, сосын уже стратегия бизнес жағынан қарап, оқып алып кете береді дальше. Кез келген адам ол гүл бизнесімен айналыса алады. Қызығушылығы бар болса, міне бізде бұйырса жақын арада жан-жақтан Қазақстанның басқа да облыстарынан гүл бизнесіне қызығатын адамдарды, партнерларды, яғни қазақша айтқан серіктестер іздестіріп жатыр қазір алдағы уақытта. Онымен айналысу үшін, яғни гүл күтімі өте қиын нәрсе қазіргі таңда. Қалай жұмыс жасау керек айтсаңыз? Гүл күтімі әр бизнесте, ол тек қана ол цветочный бизнес емес, әр бизнесте ол өзінің рисктері болады, нюанстары болады. Мысалы, әркім немен айналыса, бір етпен айналысатын болса, оның еттің проблемасы. Запчастьпен айналысатын болса, ол енді логистиканың проблемасы. Гүлмен айналысатын болсақ, бізде ол күтім жағы да, бастапқыда енді кішкене клиентский база жиналмай тұрып, үлкен количествода әкелу, ол біраз шығынға келуі мүмкін. Сондықтан гүлге қатысты болатын болса, егер ол жерде бірінші гүл бизнес туралы толықтай білім алу керек. Басынан бастап, оны қалай сақтау керек, қандай температурада сақтау керек, оны мысалы өзінің белгілі бір температурасы болады, холодильник, камера хранения болады. Сол күтімі жалпы оның қалай қиылуы, суда ұстауы, суын қаншалықты ауыстыру, сол жағында мысалы сақтау мерзімі. Біздер, например, бір айға дейін сақтап білеміз гүлді келген поставкамен, бірақ бізде қазіргіде бір аптада мысалы 2-3 поступление болып кетіп тұр да бізде. Яғни ол бір ай емес, даже келген гүл 2-3 күн тұрса тұрады, солай кетіп жатыр олар. Қазіргі таңда қанша не қанша клиент жинап үлгердіңіздер? Сұраныс қалай жалпы? Сұраныс деген бұрынғыдан қазір өте жоғары. Қандай гүлдер дедіңіз ғой, жаңа қандай гүлдерде бізде бастамыз сатылатын гүлдерден бар роза. Роза енді ол Қазақстанның қазақтардың гүлі болып кетті, былайына қарайтын болсақ. Әлем деңгейде розаны көп алатын Қазақстан ол. Роза, хризома бар, сосын спрей роза бар, гортензия деген бар. Гортензияның бірнеше түрі бар. Үлкен түрі, кіші түрі, атауларына байланысты аталады. Сосын пионы, пионовидный розы. В основном біздер қазір спрей роза, гортензия, хризантема солармен жұмыс жасалады. Негізгі гүлдер, сосын бірнеше зелендері болады, букеттерді әдемілеп безендіретін. Сол. Тұтынушының сұранысын барынша орындауға тырысасыздар ма? Бағасы қанша жалпы гүлдердің? Гүлдердің бағасы бізде Жаңаөзенге қарадық қой. Жаңаөзенге қолжетімді, баяғыда адамдар ойлайтын бизнес букетке баратын болсақ, шашымыздың талы жетпей қалады деген сондай не қалыптасқанда, ол көпшілікте солай қалыптасып кеткен. Мен ол жаққа жұмыс жасаған жоқпын, например. Сосын, негізінде бізде баға арзан болатын ол кезде да. Қазір баға жағынан келетін болсақ, Жаңаөзен қаласында ең төмен бағаны көрсеткішті орнаттық. Әрбір букетке ерекше мән береміз, жасалып жатқан бізде букеттер қыздарға да флорид қоятын талаптарымыз бірінші сол. Бізде жалпы голландиялық розалар сантиметріне байланысты. Жалпы бізде 400 теңгеден басталады, 50 сантиметрлік ұзындықта 400 теңге. Жалпы букеттер
2000-2,5 басталады уже. Нормально букеттер басқа жақта 4,5-5 мың тұратын букет. Жалпы қанша тұтынушыңыз бар қазір? Жаңаөзен қаласында 65% бізде. Неше цветошы бар, соның бөлігіңізді біз рынокта алдық. 65-70% артты. Енді бизнестің жоспарына тоқталсақ, Дизайнерлерді басқа жақтан алдыртып алып, кіші интерьерін жасайтын түріктерден алдыртып алып, кіші интерьерін дизайн. Ең мықты салон болады Қазақстанда, ол бизнес букет деген. Ол жерде нарық бос тұрған жер қымбат, әдемі айтады. Соң бөлгедегі букеттерді сол жаққа қарай толықтай шығарамыз. Сосын қазірдің өзінде біздерге уже Астанадан сұраныс суде франшиза ретінде Ақтөбе қаласына бара жатырмыз. Ақтөбеде уже тоже партнерство іздейміз. Маңғыстаудың жарты кәсіпкерден көп кәсіпкер ағаларымыз бар, солармен бірге Ақтөбенің кәсіпкеріне бас қосамыз. Ол жақта да сұраныстар туындап жатыр жалпы. Әлі франшизаға дайындалып жатыр, но әзірге уақытта өзіміз ашайын деп жатыр. Өзіміздің системамыз бар, бізде бирюзовый система деп. Ол жерде бастық, начальник деген адам болмайды толықса. Әркім жұмыс істеп жатқан адам өз алдына бастық қанша айлық алғысы келеді, сонша жұмыс істейді. Бізде қазір нано корпорацияға ілесіп жатырмыз, алдағы уақытта компаниямызда адамдар аз болу керек, шығын аз болу керек, пайда көп болу керек. Осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз біздерге. Жалпы енді сіз мен байқаймын, Инстаграм желісінде енді қарап отырамын ғой сіздің неңізді. Сіз бір жақын арада елге барып оқу оқыдыңыз, иә? Сол туралы бөліссеңіз қысқа. Ол жақта қандай сабақ алдыңыз? Біздер осы июньнің аяғында Европаға барып келгенбіз, Баку, Киевке барып. Ол жақта әлемнің ең үздік 10 компаниясына кіретін гүл компаниясы бар, цветочный компания. Солармен біз біраз 10 шақты күн тәжірибе алмастық. Ол жақтан қалай безендіру, қалай гүлдің техникалары және олардың бизнес модельдері ең бастысы соларды үйреніп. Біз солармен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Мына жақта сол инструменттерді қолданып жақсы нәтиже, жоғары нәтижелерін беріп жатыр оларда. Жастарға мектептердің қаншалықты көп пайдасы бар, тренингтердің, сол туралы айтсаңыз. Ең бірінші кәсіпке келетін кезде ол проблема ақша емес. Проблема көбісі ойлайды ақшада деп та. Ақшам болса бүйтем, сөйтем деп. Онда емес. Ең бірінші қажеттілік білім. Көп ізденіс, бизнес туралы кітаптар керек. Ол әр кітап оқыған сайын идея керек дейді ғой. Сол сияқты кейде бірінші оларға айтарымыз енді білім керек, ізденіс керек. Бізде енді біреуге әлі ақыл айтатын деңгейде емес, біз өзіміз әлі сол баспалдақта жүрік та. Жалпы енді жасымыз кіші болса да, кішкене көріп жатқан заттармен бөлісіп жатқанымыз ол. Білім ең басты қажетті. Білім болса, мына кризистердің алдын алуға болады да. Келіп тұрған, туып тұрған ол білімсіздіктің кесірінен барады. Сосын одан сол қателіктен сабақ алып барып қайтадан істеп жүреміз. Білім болатын болса, біліп тұрамыз, онда қателіктер жібермеуге тырысамыз уже. Сол үшін білім өте маңызды. Осы ақша табудың жолын, сол жағын мысалы жастарға түсіндіре кетсеңіз. Бай болсын, кәсіпкерде өзімізде кездескен қателіктеріміз біздің ол командамен дұрыс жұмыс жасап білмейміз. Енді мойындап жатырмық та, қазір білім келдік. Значит, мен бұрында сондай болыппын, мықты заттар жіберіп алыппын дегенде ол. Бірінші командамен жұмыс жасауды үйрену керек та. Команда рөл, үлкен рөл ойнайды кәсіпкерлікте. Сол жағынан сосын екінші сол просто аштық, букет жасап келдік, үйреніп келіп аштық та. Ол жерде уже бизнес келген кезде орнымыз бос, минус жағымыз сол болып тұр. Соның орындарын қазір толтырдық, қалай толтырып, біраз шығындарға кіріп кеттік. Нарықты толық зерттемей жатып, өте көп мөлшерде гүлдер әкелді. Мына гүлдер бар, ана гүлдер бар деп әкелдік та. Ол просто халық бір-екі сұрап кетеді, соны әкеле бердік. Ол өте ма, өтпей ма, қаншалықты өтеді. Сосын қараған жоқпыз да, бізде қайсысы, например, қайсысы гүл тез өтіп жатыр, қайсысына қанша маржа қойылуға болады пайдада, соны қарамадық. Сосын бар қарасақ, уже біздер мынандай гүлден жақсы көріп отырық. Осы гүл давай, осыны алайық, қалғандарын ысырып тастадық. Уже артық шығынды алып тастадық та, жақсы өтеді, пайдасы осы жақсы деген гүлдерді алып сатылымға шығардық. Тез сонымен ұрдық. Яғни сонда адам ақша табудың жолын қалай үйрену керек сонда? Сол шығындарды не істемеу керек қой, да жол бермеу керек қой. Иә, ол еріншектік болады. Мысалы, күнделікті өзі кәсібін тексеріп қарап тұрмаса, адам деген үлкен каждый мелочь заттар үлкен рискке келеді да, банкротқа келеді. Кассовый взрыв мысалы. Бізде адамдар басында бір нәрсе ашады. Мысалы, бізде басында бір нәрсе ашқан кезде кәдімгідей шулаттық. Ойбай, бизнес букет қалада дегенде. И содан кейін бір уақытта не болып қалды? Тынышталып, сондай болды уже. Адамдар айтады, Бақтықожа, неге жұмысқа деген құлшыныс жоқ па, осындай деп.
Одан кейін бардық, уже стратегический менеджмент, операционный менеджмент оқыдық біздер бизнес. Содан кейін уже қайтадан жүргізіп бастадық бизнесті. Кәсіпкер деген соңғы не болып жатыр, нарықта қандай не болып жатыр, барлығын біліп отыру керек, өзінің кәсібі туралы біліп отыру керек. Ол лидер дейді, көшбасшы кәсіпкер деген өзінің компаниясының лидері, ол өзінің кәсібінің болашағын біліп білу керек. 5 жылда қандай болады оның кәсібі, 10 жылда қандай болады оның кәсібі, 10 жылда мүмкін ол кәсіпкерліктің өліп қалуы мүмкін тұру болады да. Мысалы, бір көп бизнес бар қазір деген 10 жылдың ішінде нарықтан кетіп қалатын. Оны көбісі білмейді, оны да қарау керек. 20 жылдан кейін қандай болады? Мысалы, біздер Алексей Васильевич деген ағамыз бар, Жалқыбаев, үлкен бизнес тренинг, былай консультант. Соған барған кезде көзімізді ашып берді кәсіпкерлікке, менеджментке қалай қарау керек екен, операционный менеджмент, ішкі управлениеде қалып қоямыз. Мысалы, кәсіпті аштық, біз соның ішкі управлениесіне жүреміз де, дамуды ойлауға уақыт болмайды. Неліктен? Ол уже сен ішкі жұмыстарымен сен дамуды ойлай алмайсың уже. Мына жағым анда, мен қазір қыздарға айтам, шамайын, қыздар, мені ішкі управление араластырмаңдар, өздерін жабыңдар, өздерін істер. Мен задачам стратегический, ана жақтан ашу, мынаны қарау, солайынан қалдық. Сондықтан да біздер қазір бирюзовый системаға көштік, қыздардың өздері жұмыс жасайды. Мысалы, олар тапсырамыз, поставка мне, гүл мне, помещение мне, инстаграм мне, дальше өздерін жұмыс жасайсыздар, а дохода сіздерге осындай процент беріледі деп. Сіз жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, кейде шаршау, еріншектік болады деп та. Шаршаған кезде адам енді бәріміз де шаршаймыз ғой, күнделікті тіршіліктен. Жалпы шаршаған кезде не істеу керек кәсіпкер, основной кәсіпкер? Шаршау, заттан шаршаймыз біздер деген. Шаршаған кезде тұрақтылықты жібере аламыз ғой, мысалы, тұрақты ұйықтамаймыз, тұрақты тамақ ішпейміз, сосын тұрақты түрде спортпен айналыспаймыз. Уақытында, мысалы, кітап оқумен айналыспаймыз, өз-өзімізге арқайын ұстау, соның барлығы соған аппаратта. Біз егер күнделікті өзімізде қажетті 8 сағат ұстап жүрсек, ұйықтап та, мысалы 6 сағат, 8 сағатта уақытымызды, таңертеңгі уақытымызды өзімізге эффективно барынша арнасақ, мысалы да, таңертең жаттығуымыз, таңғы асымызға берік болып, таңертең адам өмірінде таңғы кездерінен завтрак ішіп болғаннан кейін, мысалы 10-ға дейінгі кәсібіндегі үлкен мәселелерді өз алдына өзі шешіп алу керек та. Ол адамның миының ең жақсы жұмыс жасайтын жері. Соған көп мән беруіміз керек. Сосын тұрақты түрде энергичный болу үшін спортпен айналыстыруымыз керек. Қазіргі біздер бассейнді қолға алдым мен өзім, сосын фитнесті қолға алдым. Ол кәсіпкердің алға ұмтылу үшін үлкен күш береді. Себебі 20 ғасырда бұрын ойлайтын бай адам кәсіпкер, ол қарымдар шығып кеткен бірдеңе. Қазір 21 ғасырдың кәсіпкерлер жинақы, барынша энергиясы мықты адамдар нарыққа конкурентная способность бола алады ондайлар. Яғни заман талабына сай. Заман талабына сай, ол 21 ғасырдың көшбасшылары, ол кәсіпкерліктер, ол өте үлкен нәрсені талап етеді қазіргі уақытта. Кәсіпкер адам қандай болу керек? Айтыңызшы соны. Кәсіпкер адам өзінің мақсатына шынайы сенетін адам ғой. Тәуекелге бара алатын адам, тәуекелшіл болу керек та, кәсіпкерде. Келет риск ету керек та. Ететін жеріне риск ете алмай қалсаң, мүмкіндік берілген кезде жібере аламыз да. Сосын алға қойған мақсатыңды біліп отыру керексің, сену керексің соған. Мен осы сәтқа сене аламын. Мысалы, менің мақсатым қазіргі алға қойған. Әзірге осы 5 жыл дедік, жалпы көріп отыр, мынандай жылдамдықпен біз асып кетсе 2 жылда Қазақстан нарығын толықтай қамтамасыз етеміз деп. Қазақстанда жалпы онлайн режимі қаншалықты дамыған бізде? Біздің 1 жылдың ішінде Қазақстанда қарқынды дамып кетті да. Мысалы, Қуаныш Шонбай онлайн ол бренд болып кетті, былай қарасақ та. Онлайн түрде өтті. Қазір заман соған келе жатыр уже. Алдағы уақытта білім орталықтары, нелер ғой, интеллектуальный, арифметикалық үйретеді, жаңа балдарды нешке дайындайды, КТЛ-ге дайындайды, НТ-ға, КТ не сондайға дайындайтындар. Олар алдағы уақытта барлығы онлайнға өтеді. Себебі заман соны талап етіп жатыр қазір. Яғни Инстаграм арқылы өзіңіздің бизнесімізді дамытуға болады дейсіз ғой? Ол қазір деген бірталай адамның бағы Инстаграммен жанып кетті. Мысалы, Юфреймді айтатын болсақ, қарапайым мысалы айтады. Біздің қаламыздың өзі Амантұлиева Рыскүл, например, да, міне керемет та, өзінің истинный өмірін көрсетті Инстаграмда қазір хит былай қарасақ. Жарнама жасайды біраз жерлерге да. Міне адамдар солай арқылы өздерінің табысын тауып жатыр. Енді сіз мана интернет, маркетинг, менеджмент деп айтып жатсыз, оқулары деп. Сол оқулар туралы айтып кетсеңіз. Қазір көңіл отқан менеджмент бізде менеджмент ол бизнестің жүруіне тікелей жүрегі да, қалған заттарды аутсорсингке беруге болады. Егер мықты менеджмент болсақ, сол жағынан мықты болсақ,
рынокке келген кезде, нарыққа келген кезде конкуренттерді сындыру да оңай былайынан қараған кезде. Тез өсесің, конкретно жолыңды көрсесің, немен айналысу керек? Мысалы, өз бизнесінде, мысалы, бизнес букет гүл ма, гүлді қандай бағытта? Мысалы, біздер қарасаңыз, үйде өсетін гүлдер бар, комнатный растение дейді да, біз ондайлар сатпаймыз. Біздің келетін пайдамыз букеттер. Букет болды, басқа ештеңе қоспаймыз. Ал қазір Жаңаөзен қаласындағы кондитерский орталықтар, шармен айналысатындар, олар бөлек адамдар, например. Жаңаөзен мен Ақтауда осындай бизнес орталық қанша деп ойлайсыз? Бар ма көп сіздің конкуренттеріңіз? Ақтауда былайынан қарайын шамамен 40 цветочный салон бар. 60 адамдікі, біз анализ қойдық, анализ конкурента, олар қаяқта қалай отыр, қандай форматта қалай жұмыс жасап жатыр, уже біздің командамыз бар, солар тук жан-жақтан қарайды. Анализ конкурента жасап алдық уже оларға біздер. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше.